Қайырлы күн қанымдар, мінекей көктемде келіп, бәріміз жеңіл киіне бастадық. Сол себепті бүгінгі видеомызды колготки таңдау тақырыбына арнаймыз. Капрон колготкилар негізінен полиамид, яғни эластаннан тұрады. Ал эластан дегеніміз ол лайкра. Колготки құрамында эластан 8 пен 20% аралығында болған жақсы. Егер бұл көрсеткіштен аз болса, колготкиіңіз тез формасын жоғалтып, аяқтарды жинап тұрмақ түгілі тізесі шығып кетуі де ғажап емес. Эластанның үлесі әдетте қорап сыртында көрсетіледі. Егер эластанның үлесі 20-30% деп көрсетілсе, онда бұл тартып жинап тұратын колготки. Бірақ мұндай колготкиді тек белгілі бір кештерге кию ұсынылады. Себебі ұзақ киіп жүру қан тамырларын қысып, қан айналымын нашарлатуы мүмкін. Ал эластанның үлесі 40%-дан жоғары болса, онда ол емдік колготки болып саналады. Колготки тақырыбындағы тағы бір ұғым микрофибра. Құрамында микрофибрасы бар колготкилар тығыз, матовый емес, теріге жұмсақ және жылуды жақсы сақтайды. Ал келесі ұғым ден. Ден дегеніміз француз тілінен алынған өлшем бірлігі. Жіптердің немесе талшықтардың салмағының ұзындығына қатынасын. Яғни бір ден дегеніміз 0,5 грамм, 450 метрге тең. Ал 1 грамм колготки өніміне 9 километр жіп кетеді дегенді білдіреді. Колготкилар негізінен функционалды немесе акцент жасайтын рөл атқарады. Функционалдық рөлінде колготкилар дене түстес және қара түсте болады. Дене түстес колготкилар өз денеңізбен дәл келуі, жылтыр болмауы және 40 деннен қалың болмауы керек. Бұдан қалың болса, аяғыңызды әдемі көрінбейді. Неғұрлым жұқа болса, соғұрлым аяғыңыз әдемі көрінеді. Дене түстес колготкиларды негізінен қызмет бабында, яғни дресс-код болса ғана қолданғаныңыз дұрыс. Егер жаз мезгілінде де кию талап етілсе, 8 пен 15 ден аралығында колготкиді таңдаңыз. Себебі денеңізде бар жоғы білінбеуі керек. Мұндай колготкиді таңдарда магазинде ашып көруге рұқсат берілсе, қолыңызға киіп көріңіз. Ең дұрысы сіздің қолыңыздың сырт жағының түсіне сәйкес келуі. Жылтыры бар немесе күнге киген түстес колготкиларды мүлдем кимеңіз. Себебі қатты көрініп тұрғанымен қоймай, киім үлгіңізді арзан етіп көрсетеді. Енді қара түсті колготкиларды қарастырсақ. Қара колготкидің жұқасында, қалыңында кие береміз. Қара колготкидің ең дұрыс қалыңдығы 30-40 ден, ал одан қалыңын киім үлгіңізге сәйкес, яғни трикотаж және тоқыма киімдермен жылдың салқын мезгілінде жылулық беру үшін 100-120 денге дейін кие береміз. Неғұрлым колготки қалың болса, киімдеріңізбен аяқ киіміңіз солғұрлым қалыңдау болу керек. Жұқақ көйлектермен қалың колготки киген әдемі көрінбейді. Қара колготкиді офиске киетін болсаңыз, жартылай мөлдір болған жөн, яғни 20 ден мен 40 деннің арасында болуы керек. Мұндай колготкиді эмбебап десе де болады. Дресс-код негізінде де, күндіз де, кештерге де кие бересіз. Егер киім үлгіңіз жеңіл, яғни қысқа жең, жұқа матадан белдемше болса, жартылай мөлдір колготки киіңіз. Ал егер дене түстесті де қара колготкиді де кигіңіз келмесе, антрацит түсін таңдаңыз. Бұл түс қара мен қоңыр түстің арасындағы белгілі бір реңкті береді. Мұндай түс сіздің гардеробыңыздағы біраз киіммен үйлесім табуы мүмкін. Енді принттері бар колготкиларға тоқталсақ, майда бұршақ түскен көйлек әрдайым сәннен қалмайтын классика. Сол сияқты майда нүктелі колготкиді әрдайым сәнді көрінеді және кешкі киім үлгісіне өте жарасымды көрініс бере алады. Сондай-ақ ажурлы өрнектері немесе логотиптер басылған колготкиларды да кешкі сәнге де, күндізгі total lookқа да кие аласыз. Мұндай колготкиларды кимес бұрын аяқтарыңыздың мінсіз екеніне көз жеткізіп алыңыз. Себебі мұндай колготкилар өзіне назар аударып қана қоймай, аяқтарыңызға көлем қосып көрсетуі мүмкін. Ал енді түрлі түсті колготкиларға тоқталсақ, мұндай колготкилар қазіргі уақытта сәнде десе де болады. Әсіресе нейтрал, яғни ақ, ақшыл, сұры түстермен қатар бардо, лайм және қоңыр реңктер де сәнде. Мұндай колготкилар әсіресе total стилінде, яғни барлық киіміңіз бір түстес болғанда әдемі көрініс береді. Түрлі түсті колготкиларды үстіңіздегі белдемше немесе көйлек түсімен, болмаса аяқ киіміңіздің түсімен бірдей болуы керек.
Ал күзде және қыста жылы киімдермен сәйкес келетін түрлі түсті колготкаларды киюге еш тартынбаңыз. Аяқ киіміңізбен түстес колготке кисеңіз, аяғыңызды ұзартып көрсетеді. Ақ түсті колготкиді аяқтарыңызға көлем қосып көрсетуі мүмкін. Сондықтан тек ақ түсті киімдермен және ақ түсті аяқ киіммен ғана киіңіз. Сонда ғана киім үлгіңіз әдемі көрінеді. Енді капрон колготкалар мен шұлықтардың жуылуы мен күтіміне тоқталсақ. Бұндай киімдерді негізінен қолмен жуған дұрыс. Колготке мен шұлықты жуудың ең тиімді әдісі алдын ала жарты сағатқа сабынды суға малып қою. Содан соң ақырын шаю, абайлап сығып алып кептіру. Ыстық суды қолданбағаныңыз дұрыс, себебі ыстық су колготкенің тығыздығына әсер етіп, формасының жоғалуына әкеледі. Негізінен капрон колготкаларды бас жуатын сусабымен жуған жақсы. Ал кір машинамен жуатын болсаңыз, арнайы торқалташаға салып жуыңыз және әрине деликатты режимді таңдаңыз. Капрон колготкаларды ұзақ пайдаланудың жолдарын қарастыратын болсақ, ең алдымен сатып алғаннан кейін жаңа күйінде салқын суға бір жуып алыңыз. Нейлон талшықтары қатая түседі. Кей сән эксперттері салқын суға шайып алған соң полиэтилен пакетке салып 2-3 сағатқа немесе түні бойы мұздатқышқа қоюға кеңес береді. Бұл әдіс колготке матасының кез келген іліп кетулері мен бүлінулеріне төзімділігін арттырады. Мұздатқыштан алған соң жібіген колготкиді сүлгіге орап ақырын сығамыз. Бөлме температурасында кептіріп аламыз. Тағы бір лайфхак, капрон колготкиді киер кезде шашқа себетін лакты сеуіп алсаңыз, біраз уақытқа дейін іліп кетуден аулақ боласыз. Мінекей қанымдар, бүгінде колготке жөнінде біраз мағлұматтар беріп, пайдалы кеңестер бере алдым деп ойлаймын. Алдағы уақытта видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.